Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен осындай қысқы азық, әртүрлі жемістерден жасалған осындай кереметтей банка жабамыз. Біз кішкентай кезімізден осыны бүтін помидор деп айтатын едік. Сіздер қалай айтасыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Және де біздің осындай кереметтей банкымызды жауа отырып кезекті қиссамызды баяндаймыз. Бүгінгі біздің қиссамыздың тақырыбы Іблістің Алла дәргейінен қуылу қиссасы. Ібліс әуелде періштелерге ілім үйреткен ұстаз болған екен. Оның есімі Әзәзіл еді. Ұлық Алла тағдыр тақтасына бір мақұлық малғұн болады деп жазыпты. Періштелер бұл жазуды көріп үрейлер ұшты. Бәрі жиылып Әзәзілге келді. Әй Әзәзіл, сенің дұғаң тез қабыл болады. Алла бізді малғұнның қатарынан қылмасын деп дұға тіле деп жалынды. Әзәзіл: я Аллам, мына періштелерді малғұн болудан сақта деп дұға қайырды. Періштелердің біреу: бізді айтып өзіңді ұмыт қалдырдың дегенде өзіне өте сенімді Ібліс: мен үшін қам жемеңдер, мен Құдайға қылығы жаққан жанмын, дәрежем бәрінен жоғары, сондықтан сақтық сендерге жарасады деді. Іблістің дұғасы сол мезет қабыл болды. Кейін адам жаралып оған тағзым етерде Іблісті Құдай ұрды. Дұғаның шарапаты тиген періштелер бір апаттан аман қалды. Тәкаппарлық пен астамшылыққа ұрынған Ібліс сол жерде малғұн атанды. Қарғыс қамытын киген соң Ібліс Алладан дат сұрады. Датыңды айт, деді Құдай. Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлық Аллаға құлдарыңның еңбек ақысын қайтармау лайық емес. Соның өтеуін бер, деді. Не сұрайсың, деді Құдай. Мені дәргейінен қуып, адамға баспана бердің. Енді менің баспанам қайда болады? Монша мен дәретхана сенің мекенің. Дәргейіңде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын? Базар атаулы сенің құлшылық орның болар. Адамға оқу үшін Құран бердің. Маған не бересің? Сыпсың сөз, өсек аяң сенің қасиетті кітабың болар. Адамға қорек үшін дәм тағам бердің. Менің тамағым қайда? Біреу бісмілләсіз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын. Адамға сусын етіп қатық, айран, қымыз қымыран бердің. Менің сусыным не болмақ? Мас қылатын арақ, шарап сен үшін. Бұл аз, ақымның жартысы қайтты. Қиямет қайымға дейін адам ұрпағын азғырамын. Маған ерік пен соған жетер ғұмыр керек. Және адамның жүрегінен жай бер, деді. Тілегің болсын, деді. Адамды азғыру үшін дүниедегі алтын, күміс, жақұт, гауһар, асыл тастарды алғым келеді, деді. Ал, оған алданбайтындар бар. Атақ, даңқ, мансап, шен қосып аламын. Болсын, бұған да мойын бұрмайтындар бар. Ойын сауық, қызық құмар бер. Бердім. Тәтті сусын, дәмді тағам және бер. Ал, зәулім сарай, нулы жер, рахат көлік, 4 түлік малдың бәрі менікі болсын. Сенікі, деді Ібліс ойланып тұрып. Енді осының бәрін шырмап тұратын, үзілмейтін арқан бер, деді. Сонда Алла тағала әйелдің шырай көркін көрсетіп, мынау бола ма? Деп сұрады. Ібліс сұлуды көріп аңтарылып тұрып қалды. Қасы қиылған, еріндері қып-қызыл, ақ бетінің ажары Наурыздың ақша қарындай, саусақтары күмістен тартылған сымдай, меруерт маржаннан тізілген тістері мен сыңғырлаған күміс күлкісі Іблістің өзін мас қылды. Ол қолын шапалақтап, қарқылдап күлді де: я Алла, керегімді дәл таптың. Сұлуға сұқтанбайтын еркек болмас. Осыған ризамын, деп масайрап, күллі дүниенің мал мүлкін хас сұлудың қос бұрымына байлап әкете жөнелді. Содан бастап дүниені көзге ілмеген талай жомарт батырлар сұлу әйел үшін бір-бірімен араз болып, ынтымағын бұзған екен. Деп бүгінгі қиссамыз аяқталады. Анығын Алла біледі, кейінгі ұрпақ есті әңгіме айтпады демесін деп осындай кереметтей қиссаларды
баяндап отырып міне банкімізді да жауып болдық. Ал достар, менің видеоларым, қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Көргендеріңізге мың алғыс. Келесі бағдарламада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.